Баршаңызға сәлем. Бүгін үй жағдайында осындай салқын латте дайындап көрдім. Өте керемет шығады екен. Ол үшін бізге 1 қасық кофе және 3 қасық қайнаған суымызды құйып аламыз. Суымыз қайнаған болуы тиіс. Не осылай құйып аламыз. 3 қасық суымызды және 1 қасық қант саламыз. 1 қасық мьотымызды саламыз. Сіздер қантты қаламасаңыздар, тек қана мьоттың өзін салсаңыздар да болады. Осылай венчиктің көмегімен жақсылап көпіртіп аламыз. Міне осылай көбік болады. Жақсылап тағы көпіртіп аламыз. Қараңыздар, осындай болып шығады. Міне, және 2 бокалымызды дайындап, үстінен мұздарымызды саламыз. Және салқын сүтімізді құямыз. Сіздер жылы сүт құйсаңыздар да болады. Және дайын болған кофемізді осылай бетіне құйып шығамыз. Қараңыздар, осындай болып шығады. Өте керемет. Жасап көріңіздер, үй жағдайында өте керемет шығады. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздермен пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Видеоны сақтап алыңыз.